Енді бүгін біз мынау шағын кәсіпкерлікті дамыту жайында әңгіме қылсақ, иә? Мен мысалға осы көп кәсіпкер азаматтармен кездескен кезде, шағын кәсіпкерде жүрген, олардың көбісінің де бір үлкен мәселе бар да барлығында. Ол қандай? Олар өздерінің кәсібі табысты болатынына сенбейді еш уақытта. Оны біз сонда мен олар түсінбеймін. Табысына сенбей отырып, ол сол жұмыспен айналысады. Иә, мысалы, ол бұл үлкен қателік. Себебін айтайын сізге, не үшін? Біріншіден, оларға белгілі кәсіпті жүргізу білім жетіспейді. Өйткені бүгінгі күні мысалға нарық заманында көптеген ғылымдар, сауда ғылымы, кәсіпкерлік құру ғылымдары бар әртүрлі. Сол білімдерді игере отырып, өзін кәсібін жасауға олар ұмытылмай, олар интуитивно жұмыс істейді көбінесе. Және де осы жақында менің бір танысым, бір үлкен кісі келіп, өзінің баласы туралы маған жұмысқа кіргізбекші болды компанияға. Сонда ол өзінің баласы туралы өте қатты мақтайды. Менің балам дейді, өте мықты кәсіпкер дейді. Менің балам мықты оқыды. Менің балам өте сондай бір керемет деп жаңа айтып жатыр да. Сол айтады, менің балам бизнесмен болғысы келеді деп. Мен ол кісіден сұрадым, сіздің балаңыз қай жерде қазір? Жұмыс істей ма? Қай жерде жүр мысалы десем, ол айтады, менің балам оқу бітірді дейді. Сіз қанша жаста? 21 жаста. Сіздің балаңыз оқи салып бизнесмен болғысы келіп отыр ма? Ол айтады, иә дейді. Мен айтам, ол қандай, оның бизнесмен болуға қандай соншалықты қабілеті бар деп сұрадым ғой. Сонда ол айтады, ол менің балам сондай. Енді әр адамның өзінің баласы өзіне жақсы ғой, дұрыс па? Бірақ мен айтам, мен содан кейін ол кісіге айттым, жақсы бір сізге кеңес берейін. Сіз балаңызды, қазір қыс келе жатыр, сондықтан сіз балаңызды бір магазинге сатушы қылып жұмысқа кіргізіңіз дедім. Бір киім сататын магазинге, бір торговый домда, бір сатушы болып жұмыс істесін. Сол жерде киім сатумен айналыссын. Әшейін сатушы болып істесін. Және де содан кейін бір жылдан кейін оның идеясы, онымен сөйлесіп көрейік. Онда қандай идеялар бар екен сату жағынан. Осымен мен айтайын деп тұрғаным, бизнеспен, кәсіппен айналысу үшін бірінші сатуды үйренуіміз керек, ең бірінші. Сатуды үйренбей, біз кәсіппен айналысамыз дегеніміз, ол өте әлсіз ой. Көп жобалардың бәрі сату жағы қарастырылмағандықтан, бәрі де, бұл айтқанда, тұрып қалып, банкрот болып қалып жатыр. Себебі сату жағы, бұл айтқанда, клиент жағы ойластырмағандықтан, сатып алушы жағы ойластырмағандықтан, ол өндірістердің бәрі бүгінгі банкрот болып қалады. Товарды өткізілмейді. Иә. Сатуды үйренуіміз керек, ең бірінші. Сата білуді. Мен өз өмірімді айта кетсем, мен базарда сауда жасауды 12 жасымнан бастадым. Сауда саттықта жүрген адамдардың жанұясынан шыққанмын. Ол кезде 12 жасымда саудаға бірінші шыққан кезімде, ол кезде кеңес одағы етін. Ол кезде саудамен айналысатын адамдарға бәрі қолмен көрсетіп, жаңағы мынау базарда тұратын саудагер деп жаңағы келекетіп, солай мазақтайтын кезетін. Сол кезде есімде, мен сол кезде мектепте саудаға шығып, сол мектепке барған кезімде мұғалім тұрып маған айтып, біздің азамат саудагер болып кетті деп айтатын. Сол кезде мен ана жерде отырып, партаның үстінде отырып, ұялып, қатты сондай бір қысылатым. Сөйтіп, әртүрлі жұмыстармен айналыса бастадым. Бірақ ең бастысы, менің жағдайымда бұл мен сатуды жақсы білгендіктен, қандай жұмыспен болсын, мен айналыса беруге болатын. Бүгінгі күні енді бұл айтқан кезде, әр адамның өмірінде кәсіппен айналысқан кезде әртүрлі кезеңдер болады. Қазіргі жаңа ғылыммен айтқан кезде, бірінші кезде тәжірибе жинау үшін жұмыскер болады. Екінші кезеңде кәсіпкер болады. Үшінші кезеңде инвестор болады.
Адам инвесторлық кезеңге өткеннен кейін ақшаның бәрі оңай келеді оған. Ал кәсіпкерлік кезеңде жүргенде, іскерлік бизнесмендік кезеңде жүргенде, ол кезде кәсіпкерге өте көп жұмыс істеу керек. Кәсіпкерлік кезеңде жетістікке жетудің ең басты ықпалы ол жұмыс істеу. Егер адам мысалға азғантай ақша тапқысы келсе, мысалы $1000 мысалға да азғантай, онда ол өзі ғана жұмыс істеп, өзі жаңағы жұмыс істеп таба алады. Ал егер енді үлкен ақша тапқысы келсе, мысалға $10,000, $100,000 тапқысы келсе, ол бір адамның қолынан келмейтін іс. Сондықтан оған команда құру білу керек. Ал осы бизнестің бәрінде толығымен де күшті болуы, нәтижелі болуы, ол лидерге байланысты. Өйткені лидердің эмоциясына байланысты жұмыс әр уақытта өзінің үлкен көрсеткіштерге жеткізеді.